Қағбадағы қара тас. Құдайберді Бағашар. Сүйікті балалар, мұсылмандардың бәрі намазды құблаға қарап оқитынын білетін боларсыңдар. Қағбаны Ибрахим пайғамбар мен баласы Исмаил тұрғызған. Кейін бірнеше рет жөндеу жұмыстары жүргізілген. Осы жөндеу кезінде болған қызықты оқиғалардың бірі қасиетті қара тас жайында өрбімек. Бұл қызықты оқиғаны сол жерде болған ұсақ тастардан тыңдауға қалай қарайсыңдар? Ал ендеше бастайық. Түс мезгілі, күн шайдай ашық, аспанда шөкімдей де бұлт жоқ. Ұйтқыған жел ұсақ тастардың бәрін бір ағаштың түбіне үйіп тастады. Күн басылғанда тастар қимылдап, қозғалақтай бастады. Көктас біраз қысылып қалған болуы керек, жанындағы тасқа былай деп тіл қатты. Санымыз көбейіп кеткен бе? Сіздер қашан келгенсіздер? Сары тас: мен жаңа ғана келдім. Жел бауырыма рахмет, мені анау таудан осы жерге дейін жеткізіп салды. Сен өзің қайдан келдің? Мен қаланың кіреберісіндегі жартастан бөлініп келдім. Бірнеше күннен бері осындамын. Сары тастың жүзі жарқырап: білесің бе, мен тауда жатқанда үздіксіз дұға етуші едім, деп жаңа әңгіме бастады. Көктас түсінбей қалды. Не үшін дұға етуші едің? Сары тас: тағы біраз ұсақталып, топыраққа айналып кеткім келетін. Шіркін, топыраққа айналып, менің баурайымда да жасыл шөп пен әдемі гүлдер өссе ғой, қандай тамаша болар еді. Бұйырса шынға айналып та кетер, ал мен адамдар мені өздерінің үй құрылыстарында қолданса деп армандаймын, деп көктаста өзінің нені армандайтынын жасырмады. Екеуі де үнсіз біраз уақыт қиялға шомып кетті. Тыныштықты сары тас бұзды. Соңғы күндері қандай жаңалықтарды естіп жатырсыңдар? Деп сұрады. Көктас: мен өзім анық білмеймін, бірақ осы қалаға келгелі айқай-шу басылған жоқ. Халық өте ашулы. Неге? Осы кезде қастарында жатқан Томар да әңгімеге араласты. Ол өзінің жуан даусымен: әй балалар, деді, әңгімелеріңді естідім. Мен көптен бері осында жатырмын. Қаласаңдар, көргендерімді сендерге айтып берейін. Ұсақ тастар орындарынан ашып түсті де бәрі бір ауыздан: иә, тыңдағымыз келеді. Айтыңызшы, адамдар неге ашулы? Деп себебін білуге ентелей түсті. Ағаш жайлап қана түсіндіре бастады. Білетін шығарсыңдар, бұл қаланың аты Мекке. Қағба осы қалада орналасқан. Қағба қасиетті құлшылық орны. Оны мұсылмандар қатты құрмет тұтады. Бірақ соңғы кезде үздіксіз жаңбыр жауып, көшелермен сел ақты. Әрі жақында өрт те шықты. Бұның бәрі Қағбаның қабырғаларына сызат түсірді. Тіпті ол құлаудың сәл-ақ алдында тұр. Мекке тұрғындары осыған қатты алаңдаулы. Артынан бәрі жабылып Қағбаны жөндеу керек деп шешті. Әр тайпа Қағбаның бір қабырғасын тұрғызуды мойнына алды. Дереу іске кірісіп те кетті. Көктас сабырсызданып: тамаша, ақыры бәрі бірігіп жөндеуге келіскен екен. Онда ашу қайдан туды? Ағаш күлімсіреп: сәл сабыр ете ғой балақай, деді. Бір-екі күн бұрын бәрі орнында тып-тыныш еді. Талас қара тасты орнына қоярда туды. Тайпаның адамдары дереу бір-бірімен керілдесіп сөзге келіп қалды. Шу басталды да кетті. Сары тас: қара тас дедіңіз бе? Хажарул Асуад па? Мен бұл атты бағана жолдастарыммен сөйлесіп жатқанда естігенмін. Ол жұмақтан әкелініпті. Көп жылдар бұрын Ибрахим пайғамбарға берілген екен. Ол кісі Қағбаны тұрғызу кезінде қара тастың көп көмегін көріпті. Ағаш үзіліп қалған сөзін әрі қарай жалғады. Меккеліктердің арасында келіспеушіліктің туу себебі осы: әр тайпа қара тасты қою құрметіне өздері бөленгісі келеді. Бұл олар үшін үлкен абырой еді. Көктас алаңдап: енді не болар екен? Құдай сақтасын, адамдар бір-бірімен соғысып кетпесе жарар еді. Ағаш ілгері созылып қарап: ананы қараңдар, адамдар қайтадан жинала бастады, деді, барлығының назарын сол жаққа аударып.
Дәл сол сәтте 6 атты адам қастарынан тарсылдатып жауып өте шықты. Ұсақ тастар шошып кетті, айғайлай бастады. Не болып кетті өзі? Әй, бізді абайласаңдаршы. Сарытас пен Көктас екеуі бірдей аттың тұяқтарына соғылып, әудем жерге бір-ақ ұшып түсті. Байқаса, қағбаға жақын жерге дейін домалап келіпті. Көктас орнынан атып тұрып, жан-жағына қарап, «О, қандай тамаша!» деп қуана айғай салды. «Мына жерден бәрі анық көрінеді екен. Жақсы болды, енді оқиғаны жақыннан көретін болдық». Осы сәтте Сарытас оны түртіп қалды. «Ақырын сөйлесеңші, әне адамдардың жиналып бастағанын көрдің бе? Өзара не сөйлесер екен? Кел, одан да соны тыңдап көрейік». Ұсақ тастар сырттай көз тартып, адамдарды тамашалай бастады. Адамдар болса бір-бірімен келісе алмай, әлі таласып жатыр. Барған сайын талас тартыстары тіпті үдеп барады. «Қаратасты орнына біз қоямыз». «Жоқ, біз қоямыз». Айқай-шу басылар емес. Байқамаса іс насырға шабайын деп тұр. «Көрде тұр осыдан, өлсек те қайтпаспыз. Ерегескенде біз де». Дәл осы кезде халық ақсақалы Әбу Умайя «Уа Құрайш халқы» деді. «Ақыл таппай біз бұл мәселені шеше алмаймыз. Сіздерге мынандай бір ұсынысым бар. Әзір Қағбаның қақпасынан алғаш болып келген кісіні төреші етіп сайлап, соның айтқан үкіміне көнейік. Ең дұрысы осы». Айтылған орынды ұсыныс бәрінің көңілінен шығып, бір ауыздан қабылданды. Адамдар да, ұсақтастар да енді қақпадан алғаш болып кім кірер екен деп сабырсыздана күте бастады. Көп күттермей алыстан бір кісінің келе жатқаны байқалды. Жақындағанда бәрінің анық көзі жетті. Ол жұртқа шыншылдығымен, сенімділігімен танылған, 35 жасқа енді аяқ басқан, жаны ізгілікке толы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деген кісі еді. Сенімді кісі келе жатыр, әл-әмин келе жатыр. Көп күттірмей ақжарқын кісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қақпадан ішке кірді. Оны сол жердегі адамдардың бәрі қуана қарсы алды. Себебі әділ кісі екендігін бәрі білетін. Жағдайды айтып түсіндірді. «Сені төреші етіп сайламақпыз, төреші боласың ба?» Ол күлімсіреді де, «Маған үлкенірек бір мата келіңіздер» деді. Дереу үлкен мата келінді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам матаны жерге жайып, қасиетті қаратасты матаның ортасына қойды. Сөйтті де, «Әр тайпадан бір адам келіп матаның шетінен ұстасын» деді. Әр тайпадан бір адам матаның шетінен ұстап, қаратасты қойылатын жерге көтеріп апарды. Сол жерде жаннаттан жіберілді делінген қаратасты ғаламның рахым нұры Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі алып орнына қойды. Бұл шешім сол жердегілердің барлығын риза етті. Оқиғаны басынан бастап тамашалап тұрған Көктас қасындағы досына бұрылып, «Адамзаттың асылы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қандай керемет адам! Бір-бірімен соғысайын деп жатқан кісілерді ақыл тауып татуластырды. Мен адамдарға бұл кісіден үйренетін нәрсе көп деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың?» Сарытас оның айтқанын мақұлдап, «Дұрыс айтасың» деді. «Егер біздікіндей шамалы ақылдары болса, адамзаттың асыл тәжі іспетті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам өзгеше адам екенін түсінер». Адамдар қайтадан іске кірісті. Уақыттың ішінде Қағбаның жөндеу жұмысы аяқталды. Осылайша Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тапқан шешім арқылы тайпалардың арасында тұтанайын деп тұрған соғысқа жол бермеді. Соңы. Рахмет.